Армысыздар, құрметті Жетісу университеті Science Talk подкаст серияларының көрермендері. Бүгінгі біздің студиямызда қонақта Жарат университетіміздің жаратылыстану техникалық факультетінің деканы, техникалық ғылымдарының докторы, қауымдастырылған профессор Андаспаев Ерлан Сүлейменұлы келіп отыр. Ерлан Сүлейменұлы, студиямызға қош келдіңіз. Қош келдіңіз. Бүгін біз сізді студиямызға университеттің деканы ретінде, немесе университеттің белді оқытушыларының бірі ретінде бәрін біз сізді жақсы танимыз. Дегенмен де студияға сізді шақыртуымызды, студияға сізді келгеніңіздегі қоятын сұрағымыздың басты мақсаты сіздің ғылыми қызметіңізге байланысты болса бүгін. Яғни біздің бірнеше қоятын сұрағымыз бар. Оның барлығы сіздің ғылыми қызметіңіз, еңбегіңіз, ғылыми жұмыстарыңызға байланысты. Сонымен бірінші қояр сұрағым сізге. Сіз өзіңіздің ғылымға келу тарихыңыз туралы қысқаша айтсаңыз. Неліктен осы ғылымды таңдадыңыз? Неліктен осы ғылымның осы саласын таңдадыңыз? Кім сізге әсер етті? Өмірдегі ғылымдағы ұстазыңыз кім деген сияқты сұрақтарға жауап беріп өтсеңіз. Бұл 1978 жылы мен орта мектеп ауылда 6 сынып бітіргеннен кейін сол одақтық аты бар Артек пионер лагеріне жолдама болған. Жақсы оқитын оқушыларға арналған. Сол жолдама келіп түсті. Сонымен қоса параллель Алматыдағы республикалық физика-математика мектебіне емтихан тапсыруға жолдама келді. Сол екеуін біреуін таңдау керек болғандықтан мен сол Алматыдағы республикалық физика-математика мектебін таңдадым. Енді ол кезде ол физика-математика бағыты бойынша жалғыз мектеп болған республикада. Сол мектепте емтихан тапсырып, сол мектептің 1982 жылы түлегі атандым. Соны бітіргеннен кейін 1982 жылы Сергей Миронович Кириллов атындағы Қазақ мемлекеттік университетінің физика факультетіне түсіп, сол факультетті 1989 жылы бітірдім. Ол факультетте маған жаңағы академиктер Ерматов, академик Байымбетов, академик Сарымбетов, Сармасаев, онан кейін академик Купшишин, академик Комаров деген кісілер сабақ берген болатын. Енді сол кісілердің тәрбиесін алып, сол кісілердің ғылым жолындағы тәжірибелерін алып, талай ғылыми зерттеу жұмыстармен айналыстым. Бірақ жаңа өзің айтып кеттің, өзің ғылымдағы өзіңе бір тұтатын адамың кім деп. Енді ол мен қазір Асқар Жұмаділдаев, ғалым, математик, академик, қазір Қазақстанның еңбек ері, сол кісіні өзіме ұстаз ретінде қабылдаймын. Сол кісінің көзқарастарымен жақсы бөлісемін. Сол кісінің жаңағы несіне пікірлеріне ой салысып бірге бөлісіп отырамыз. Жақсы. Асқар Жұмаділдаев ол кісі біздің қазақстандық ғылымның тек қана осы бір белгілі бір математика емес, жалпы ғылымды популяризация жағынан да өте жақсы белді қайраткер екенін білеміз. Енді осы жерде сұрақ сізге. Қазіргі кезде өзіңіз жүргізіп жүрген ғылыми қызметіңіз туралы айтсаңыз, қандай бағытта ғылыми ізденістер жүргізіп жатсыз? Қандай да бір жеткен жетістіктеріңіз, марапаттарыңыз, нәтижелеріңіз туралы айтсаңыз. Мысалы, мемлекеттік немесе бір қандай да бір халықаралық жобаларда жүзеге асырып жүрген жобаларыңыз туралы, өзіңіз жалпы ғылыми қызметіңіз туралы айтсаңыз қазірге. Енді мен өзім жаңағы КТУ-ның физика факультетін бітіргеннен кейін негізгі бағытым сол физиканың әдістемесі, одан кейін жаңағы қатты денелер физикасы деген бағыт бар. Сол бағытпен негізгі бағытым физикадағы, ғылымдағы бағытым. Оның 2002 жылы жаңағы қатты денелер физикасы бойынша асқын өткізгіштерді зерттеуде жаңағы физика-математика ғылымдарының кандидат дәрежесін алдым. 2013 жылы математикалық модельдеуді экологиялық зерттеулерге қолдану арқылы қолдануды көрсетіп, осы техника ғылымдарының докторы дәрежесін алдым. Сонда мен қазір физика бағытын, физиканы оқыту әдістемесі бағытында, қатты денелер физикасында және экология бағытында ғылыми еңбектерім бар. Енді жаңа өзің айтып кеткенде қандай жобаларға қатысасың дегенде, сол мен мектептегі физика оқулықтарын жазу кезіндегі эксперттік комиссияның құрамында мүшесімін. Және де осы
Жетісу облысы боюнча парктерде Жоңгар Улаттау, Алтын Емел парктеринин биоортасын сол парктердин топурактарын, сууларын, сол парктердин маңындагы абалардын курамын зерттөөгө арналган бир аз жумуштарым, монографияларым бар. Казыркы күнү мисалы 200 астам жаңагы гылымый макалаларым чыкты, 9 патентим бар, 10 окуу куралы бар. Содан башка да көптөгөн жаңагы жобаларга жетекчи, зерттөөчү болуп жумуш жасайм. Сен айтып кеткендей жаңагы 2020-жылы халыкаралык Mevlana Project деген жоба болгон. Биз Түрк мемлекетиндеги Хажитепе университетинин галымдары менен биригип бир жоба жасадык. Болсо экологиялык багытта. Содан башка казыркы заман талабына сай өзекте болуп отурган маселелер боюнча, физиканын маселеси боюнча казыр литий аккумуляторлорунун колдануу жумуштары менен физика багытында айналышып келе жатырмыз. Сондай жобаларды жаңагыдай конкурстарга беремиз. Содан башка казыр физикага, гылымга деген кызыгуучулукту арттыруу үчүн мен өзүм жаңагы факультетте физика математика факультетинин билимгерлерине, өзүмүздүн жаратылыштан техникалык факультетинин билимгерлерине бөлөк лекциядан, практикадан бөлөк факультативдик сабактар жүргүзөм. Жобаларды калай жасоо керек экен, гылымга кандай багытта калай баштоо керек экен, жаңы өзүң айтып кеткендей макалаларды кантип жазуу керек экен, сондай түрдө физик болгондон кийин жаңагыдай калай схемалар менен жумуш жасау экен, калай данекерлөө жумушун жүргүзүү керек экен, сондай сабактарды жаңагы студенттерге үйрөтүп, олардын идеясын тыңдап, өзүм оларга казыркы жаңалыктар боюнча өзүмдүн идеяларымды сунуп, биригип жаңагыдай жобалар жасайбыз. Жаңагы студенттерди осындай гылымга тартып, казыр көптөгөн стартап жобаларына биздин өзүмүздүн студенттер согон катышууда казыр. Сонымен қоса жаңағы жазған кітаптар мен патенттерге байланысты, мысалы осы атадан мал қалғанша тал қалсын деген мақал бар ғой. Сол мақалды негізге алып отырып, осы 2014 жылы өзіміз жеңіп алған жобаның қаржысына қазіргі Қарлығаш спорттық сауықтыру кешеніне 40 түп қарағай ағашын ектік. Ол кезде ол 1,5-2 метр биіктікте қарағай ағашы болатын. Қазір олардың барлығы 5-6 метрге өсіп кетті. Осы еккен қарағай ағаштар ол кейінгі ұрпаққа бір сая болады деп ойлаймын. Өте жақсы. Жақсы. Ерлан Сүлейменов, бұл жерде енді сіз жаңағы еңбектеріңізді айттыңыз, ғылыми қызметіңізді айттыңыз, бәрін айтып жатырмыз. Енді осыншама жыл отандық ғылымға қызмет етіп жүрген кезде мемлекет тарапынан, университет тарапынан, басқа да бір жаңағы мемлекеттік жергілікті органдар тарапынан еңбегіңіз әрқашан ескерілгені анық шығар. Сондықтан да марапаттарыңыз туралы, қандай да бір наградаларыңыз туралы айтсаңыз осы жерде. Жарайды. Негізінде менің ұстазым Каден Балапанұлы Бопаев деген профессор болған. Сол кісі айтатын: мақтанба, сені басқалар мақтасын деп. Бірақ енді сонда сен сұрап отырғанын айтайын. Мен де Қазақстан Республикасының білім беру саласының үздік қызметкерімін. Одан кейін жоғары оқу орындарының үздік оқытушысы 2012 жылы грант иегерімін. Одан басқа жаңағы ғылымға қосқан еңбек үшін төс белгісімен марапатталдым. Ғылыми Европалық консорциумның Лейбниц медалімен марапатталдым. Және де трудовым изданием деген Ресей жаратылыстану академиясының орденімен марапатталдым. Бірақ одан басқа осы университеттің өзінің ерен еңбегі үшін медалімен және спортқа қосқан үлесі үшін медалімен наградталғанмын. Онан кейін жаңа 2016 жылы Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл мерекелік медалімен наградталдым. Өте жақсы. Жақсы, рахмет. Енді келесі қоятын сұрағым осы, өзіңіз бағана айтып кеттіңіз, шәкірттеріңіз бар деп, студенттерге үйретіп жатырмыз дедіңіз. Осыған байланысты сұрағымыз еді келесі. Осы өзіңіз зерттеп жүрген салада, өзіңіздің айналысып жүрген, сабақ беріп жүрген пәндер бойынша, ғылым саласы бойынша шәкірттеріңіз бар ма? Болса,
әрине бар ғой енді сол шәкірттеріңізбен қаншалықты мақтанасыз. Олардың ішіндегі сіздің ізіңізді жалғастырып жүрген шәкірттеріңіз бар ма? Ғылым жолындағы шәкірттеріңіз туралы бір-екі ауыз сөз айтсаңыз. Жаңа бұлап көрсең көзін аш дейді ғой қазақта. Сол сияқты біз жаңа сабақ беріп жүрген кезде мына ғылымға, білімге жақын балаларды жаңағы тартып, оларды жаңа айтып кеттім ғой, қандай идеялар бар екен, соны тыңдап, бір ұмтылысы бар, жаңа ғылымға, білімге ұмтылысы бар балаларды шақырып, өзінің қандай идеясы бар екен тыңдап, сол жаңағы оларға бір бағыт көрсетіп, физиканың сабағын кезінде олар өздері сол сабақ өткен кезде сол оқытушыға қызығады, және оқытушының жасап жүрген жұмыстарына қызығады. Сонан оларға да бір қызығушылық пайда болады жаңағы білімге, физикаға әсіресе. Сол сияқты мына біздің өзіміздің университетте біраз шәкірттерім жұмыс жасап жүр. Екі факультет деканы, мысалы Ілияс Жансеркенұлы, жаңағы Ерлан Сейілханұлы. Ол кісілер сіздің шәкірттеріңіз? Екеуі де менің шәкіртім, екі декан. Және де қазіргі офистің директоры Назым Жанатбек қызы, ол да менің шәкіртім. Біреулері диплом жазатын болса, мен де бұрынғы кезде бітірген кезде біреу магистрлік диссертация жазды, біреулеріне жаңағыдай ғылымға бағыт беріп, одан басқа физика мамандығы бойынша бітіріп кеткен жаңағы біраз түлектеріміз Алматыдағы мемлекеттік педагогикалық университетінде қазір дәріс береді. PhD докторлары Бітібаева Жазира, Әсем Қырықбаева, Алия Ақжолова деген. Онан кейін өзіміздің университетте жақында Қорғады Мұрат Әуелбек PhD доктор болды. Міне жақында докторант Айгерім Абдуллаева да Қорғауға шығуға дайындалуда. Олар мен өзім соларға бір кішкене де болса бір өзім жаңағы ғылымға барғанына көмегім тиді деп ойлаймын. Жақсы. Енді қазір жастар туралы айттыңыз ғой әрине. Жас ғалымдардың сізге мынандай сұрақ осы кезде. Соңғы кездегі жалпы ғылым саласында немесе өзіңіздің айналысып жүрген ғылым саласында, техникалық ғылым саласындағы бір жастардың құлшынысына қатысты, жастардың ғылыми белсенділігіне қатысты бір қандай да бір тенденцияларды байқап жүрсіз ба? Оң өзгеріс па, жақсы өзгеріс па, сол туралы ойыңызды айтсаңыз? Енді бұл қазір тенденция демекші, әр адамның өзінің бір жаңағы болып жатқан оқиғаларға, болып жатқан жаңағы шығарылып жатқан заңдылықтарға әрқайсының өзінің көзқарасы әртүрлі. Сондықтан мысалы жаңағы PhD докторын алып жатыр жастар, мысалы сонымен қосымша осы ақпаратта интернетте, желіде көптеген нелер шығып кетті. Дипломдық жұмысты дайындап беремін, немесе магистрлық диссертацияны жазып беремін, докторлық диссертацияны жазамын, және оның бағасы қанша тұрады, немесе жаңағы Scopusқа мақала шығарып беремін, бірінші автор болсаң осынша бағасы, екінші автор болсаң бағасы осынша. Сонда жаңағы сен ғылыммен доктор болу үшін, мысалы ғылымда қатты қиналмай-ақ біреулерге жаңағы қаражатын беріп доктор болып кетуі де мүмкін. Жаңағы диссертацияны жазып, сол жағына мен қиналамын да, қауіптенемін. Қалай ғылым қалай теріс тенденция. Ал жақсылығы қазір бізде ғылымға деген қазір мемлекеттен көптеген қаражат бөлініп жатыр. Қазір сенің өзің идеяң болса, жобаларыңға жеңіп шығуға болады. Көптеген жобаларға қатысуға. Өзің бағдарламаң болса, бағдарламаны жазып шығу керек. Шығып жаңағы соған қаражат алуыңа болады. Мысалы, өзіңе материалдық көмек ретінде. Және мен жаңағы студенттерге айтамын, мен білімгерлерге, қазір бір велосипед ойлап табудың қажеті жоқ деймін. Сендер бір бар велосипедті, сендерге оларға қосымша жасаңдар. Жаңағы велосипедті қалай тиімдірек, қалай пайдалы коэффициентін көбейтуге болады. Немесе жаңағы велосипед теуіп келатып, сенің қалтаңдағы ұялы телефонды қалай зарядтауға болады. Сол сияқты түрлі идеяларды сендер ойлап табыңдар. Вот сендерге жаңағы қазіргі ғылым, қазір жасанды интеллект қазір барлығы қатты дамып бара жатыр. Соның көмегімен де мысалы көптеген нәрсені қарап, жаңағы модельдеп, жасап шығаруға ғылыммен айналысатын адамдарға жеңілдік бар қазір. Рахмет. Менің келесі қоятын сұрағыма сіз кішкене болса да жанама түрде жауап берген деген сияқтысыз. Дегенмен де айтайын, келесі сұрағым осы қазіргі кездегі жастардың аяқ алысына, ғылым барысындағы енді ғана қадам басып жатқан жастарға осы ғылым бойынша, ғылыми қызмет бойынша қандай өзіңіздің бір үш атаулы нақты бір бірегей бір
көмектеседі деген бір кеңесіңізді айтатын едіңіз. Өзіңіз ойландырып көріңізші, осыған бір ақылыңызды айтып көріңізші. Жастар мысалы бізде көріп отыр. Ол кісілер ертең күні сіздің біреу болмаса біреу бір ақылыңыз сіздің ертең олардың бір кәдесіне жарап жатар. Мен бірінші айтатыным анда білімді болу керек та. Білімді болу деген сөз жан жақты білімді болу керек. Тек қана мысалы өзің оқып отқан пәнің бойынша, өзің оқып отқан мамандығың бойынша жақсы білім алып қана қоймай, жан жақты мысалы физик болсаң ақпараттық жүйелерден немесе математикадан өзіне ұқсас мамандықтарға пәнаралық байланысты жақсы меңгеру керек. Сонда сен өзің ортада да ғылымдардың ортасында да мысалы кез келген тақырыпта өзің ойыңды айта аласың. Мен өзім мына қазір Қазақстан ғылымы және ғалымдар деген чат бар. Сол жерде өзім мүшесіміз чаттың ішінде кіріп, қандай жаңалықтар болып жатқан қазіргі кезде физиктердің ішінде тек қана физик емес, ғылымның да қандай жаңалықтар болып жатқан сол жерден қарап отырамын мысалы. Сол жерде мысалы көптеген жаңағы әркімнің көзқарасына байланысты сен өзіңде көзқарасына еркін айта аласың, егер білімді болсаң. Және де еңбекқор болу керек. Ештеңеден жаңағы ерінбеу керек. Бір бастап кетсең, бір істеген нәрсеңнің аяғына дейін шығару керек. Ол шыққан ол дұрыс нәтиже болмауы мүмкін. Ол дұрыс нәтиженің өзі ол нәтиже. Себебі ол сен ол нәтижені алып тастайсың да, ол дұрыс емес болса, жаңадан қайтадан жұмыс бастайсың. Сондықтан еңбекқор болып, еңбектену керек. Үшіншіден алғыр болу керек. Жаңағы бүгінгі күні жаңағыдай ескі күнмен жаңағы өмір сүрмей, болашақта жаңағы болып жатқан өзгерістерді пайдаланып, жаңағы соларды заман талабына сай пайдалана білу керек. Рахмет. Жақсы, Ерлан Сүлейменов, сізге қойған сұрақтарымызға ондай баппен, байыппен, толығымен жауап бергеніңізге үлкен рахмет. Жастарға айтқан кеңесіңіз үшін де рахмет. Жастарға бұл міндетті түрде өте құнды кеңес болады деп сенеміз. Сонымен қатар бағана өзіңіздің ғалым ретінде қалыптасқан өмір жолыңызға қысқаша айтып кеттіңіз. Бұл да болмаса бізді көріп отырған жастарымыздың біреу болмаса біреуіне үлгі немесе мотивация болады деген үміттеміз. Солай болғанға және сондай болады деген жаңағы үлкен сенімдеміз. Сізге үлкен рахмет. Дәл осындай өнімді сұхбаттарымыз көп бола берсін деген тілек білдіреміз. Рахмет сізге.